Қайырлы күн, балалар. Бүгінгі сабағымыз қосу және азайту деп аталады. Сен бүгін 20 көлеміндегі сандарды ауызша қосу және азайтуды орындайтын боласың. Алдымен бірінші тапсырма. 13-ке 5-ті қалай қосуға болатынын, 19-дан 5-ті қалай азайтуға болатынына мұқият қара. Алдымен 13-ке 5-ті қалай қосқан? 13 санын разрядтық қозғалғышқа жіктеп, 10 мен 3 екенін білеміз ғой. 10 санын бөлек алып, бірлікке бірлікті қосамыз. Сонда бірлікке бірлікті қосқанда 8 шығады. Енді 8 бірлікке бір ондықты қоссақ, 18 шығады. Демек 13 пен 5-тің қосындысы 18 екен. Енді азайту амалына қараймыз. 19-дан 5-ті азайту үшін 19 санын разрядтық қосылғышқа жіктеп аламыз. 19, 10 мен 9-ның қосындысы. Демек біз қазір 9 бірліктен 5 бірлікті азайтып аламыз. 4 шығатынын анықтадық. Енді сол 4-ке жаңағы бір ондықты қосамыз. Сонда 19-дан 5-ті азайтсақ, 14 саны шығады екен. Осы ретпен бүгін тапсырмалар орындайтын боламыз. Есіңде болсын, бірліктерді бірліктерге қосады, бірліктерден бірліктерді азайтады. Осы ережені мұқият жаттап ал. Ал енді дәптеріңді ашып, жаңағы түсінгеніміз бойынша осы өрнектердің мәнін тауып көрейік. Егер ережені түсініп өрнектердің мәнін тауып отырған болсаң, мына фигуралардың арасынан 5 бұрышты алсаң болады. Ал үшінші тапсырма, қысқа азық дайындаймыз тапсырмасы. Біз теңдіктерді орындап отырып қысқа азық жинаймыз. Мұқият қара, 10 мен 6-ның қосындысы. Бірліктер күлгін түсте тұр, ал ондықтар жасыл түсте тұр. Біз бірлікке бірлікті қосамыз, сосын бір ондықта келіп тіркейміз. Сонда 10-ға 6-ны қосса 16 шығатынын біліп алдық. 6-ға 10-ды қосса 16 шығатынын жақсы білеміз. Енді 11-ге 8-ді қосу керек. Біз бір бірлікке 8 бірлікті қосса 9 шығады, ал 10-дық өзі өзгермей келеді. 9-ға 10-ды қосқан кезде 9 бірлікке 0 ондықты қостық, бір ондықты әкеп тіркедік. Сонда 9 пен 10-ның қосындысы 19-ға тең болды. Осы ереже бойынша қалған өрнектерді де өзің толықтырсаң болады. Және өзің 2 таңбалы санға 1 таңбалы санды қосып көр. 2 таңбалы сандан 1 таңбалы санды өзің азайтып көр. Келесі тапсырманы мұқият тыңдаймыз. Бөшкеден 3 литр су құйып алғанда, оның ішінде тағы 15 литр су қалыпты. Бөшкеде қанша литр су болғанын тап деп тұр. Енді есептің сұлбасын сызамыз. Бөшкеде 3 литр су құйып алдық, әлі 15 литрі қалып тұр, басында қанша литр су болғанын табайық. Жазамыз. Құйып алдық 3 литр, қалып қойды 15 литр, болды қанша литр. Біз барлығын бүтінді табу үшін бөліктерді қосатынын жақсы білеміз. 15-ге 3-ті қосқанда 18 литр, демек бөшкеде 18 литр су болған. Енді кері есеп құрастырып көрейік. Сұлба сызамыз қайтадан. Азайту амалымен кері есеп құрастыру үшін бүтін белгілі болады. Бөліктердің біреуін сұраққа айналдырамыз. Біз бүтініміз 18 литр екенін білеміз. 3 литрді құйып аламыз. Тағы да 18 литр судың 3 литрін құйып алсақ, қанша литр су қалады деген есеп құрастырамыз. Қанша литр су қалғанын сен жақсы білесің және жауабын толық жаза аласың. Есептің шартын құрдың, жауабын таптың, кері есеп құрдың. Демек бағдаршамның жасыл көзін бояп, келесі тапсырмаға өтсең болады. Келесі тапсырманы орындамас бұрын сергіту сәтін жасап алуды ұмытпа. Дәптерімізде өрнектер берілген. Біз мына нүктелерді толықтырып отырып, немесе сызып тастап отырып, өрнектердің мәнін табамыз. 13 санына 5-ті қосу керек. Мына нүктелер 13, бір ондық 3 бірлік тұр. 13-ке тағы 5 нүктені қоссақ,
неше шығады екен? 13 нүктеге 5 нүкте қосып санап көр, және сол санды жаз. Ал азайту амалында 16 нүктеден 4 нүктені сызып таста. Қанша нүкте қалды? Сол санды жазып көр. Осы ретпен келесі тапсырмаларды орындап көр. Ал енді текшелерді санап отырып, төрттік өрнек құрастырамыз. Көк текшелер бізде бір ондықты құрап тұр. Қызыл текше 3. Демек, 10-ға 3-ті қосса қандай сан шығады? Қосылғыштардың орнын ауыстырса қосындының мәні өзгере ме? Бірінші қосылғыштан қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайтса, нешінші қосылғыш шығады? Қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайтса, нешінші қосылғыш шығатын еді? Есіңе түсір. Және төрттік өрнектерді өзің толықтырып, орындап көр. Өте жақсы. Соңғы тапсырма зерттеу тапсырмасы. Сен Сырым мен Әлияның текшелерге қарап тұрған орнының нөмірін атай аласың ба? Мұқият қарап көр. Сырым қай нүктеден текшелерге қарап тұр? Бірінші нүктеден қарап тұр ма? Екіншісінен ба? Үшінші нүкте ма? Жоқ, төртінші нүктеден қарап тұр ма Сырым? Сырымның қарап тұрған жағын қара. Анықтап көр. Әлия қай нүктеден қарап тұр? Сен оны анықтай аласың ба? Егер анықтаған болсаң, жауабын мұғаліміңе жолдасаң болады. Сонымен бүгін 20 көлеміндегі сандарды ауызша қосу және азайтуды үйрендік. Сіздермен болған Гүлзина Жақсылық.